Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен бір жасағаннан дәмді шығатын пигудидің рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті 700 грамм ұн, 3 ас қасық май, 1 ас қасық майонезіміз қажет. Майонез болмаған жағдайда сметана пайдалансаңыздар болады. Және тұз бен ашытқымызды салып, жылы суымызбен жақсылап тұрып қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа болып илену қажет. Иленген қамырымызды жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Енді фаршымызды дайындаймыз. Бізге қажетті 500 грамм фарш, 3-4 картоп, 3 жуа және тұз бұрышымыз қажет. Фаршымыздың үстіне барлығын майдалап турап саламыз. Үстіне қалауымызша тұзымызды, бұрышымызды және 3 ас қасық суымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тұздығымызды дайындап қоямыз. Тұздығымызға 1 сәбіз, 2 жуамыз қажет. Қамырымызды бір қайтарып алып, екінші көтерілгенде пайдалануға аламыз. Қамырымызды екіге бөліп, ұнды сеуіп, осылай барлығын жайып аласыздар. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, менің арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Алдағы уақытта үй жағдайында жасалатын ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Кесілген қамырларымыздың барлығын дөңгелектеп, ұнымызды сеуіп, барлығын бір келкі етіп жайып аламыз. Қамырымыздың үстіне фарштарымызды саламыз. Жан жағын жақсылап тұрып бекітіп, мантаваркамызды алдын ала майлап, пигудиларымызды орналастырамыз. Біздің пигудиларымыздың арасын ашыңқырап орналастырғандарыңыз дұрыс. Қайнап тұрған суымызда 35-40 минутта пісіріп аламыз. Тұздығымызды дайындаймыз. Майымызға жуа мен сәбізімізді салып, үстіне 1 ас қасық томат, 1 шай қасық тұз және 100 граммдай суымызды құйып, дайындап аламыз. Піскен пигудиларымызды осылай орналастырамыз. Біздің пигудиларымыз өте дәмді, өте керемет болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің балаларымның сүйікті тамағы. Назарларыңызға рахмет. Алда ерекше рецепттермен бөлісетін боламын.